Сұлулық пен іңкәрліктің символы, актриса, ұстаз, Қазақстанның халық әртісі Өтекешова Меруерт Қаратайқызының мерейлі 75 жасына арналып отыр. Тарихы терең, келешегі кемел, ақындар мен батырлар елі, киелі мекен Байғанин өлкесіне қош келдіңіз. Келек дегеннен бастап осы халықтың қызу ықыласын көріп отырсыз. Мұның өзі осы сіздің жалпы қазақ халқының алдында үлкен абыройыңызды көрсетсе керек. Меруерт апамыз кез келген ауданға барып жатқан жоқ. Ең шалғай осы қазақылықтың қаймағы кетпеген талай ақын жазушылар дүниеге келген Байғанин өңірін көрем деп арнайлап келіп отыр. Сондықтан осы аудан жұртының атынан сізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бүгінгі кездесу бұл жай ғана кездесу емес, бұл ауданға үлкен серпіліс беретін жақсы тағылымды кездесу болмақ. Көрермендердің ықыласы мен сүйіспеншілігіне бөленіп, әрдайым елдің, қоғамның құрметіне бөлене беріңіз. Осы сахнада тұрып, бүгін менің атым Меруерт деп мақтанышпен айтатын едім. Себебі Меруерт деген есімнің артында сіздей тұлғаның ізі тұр. Меруерт деп айтқан кезде мен де сіз сияқты болғым келеді. Мен өзім оқып жатқан мамандығым актерлік өнер мамандығы. Сіз ақылдан қуандым. Арманым көп болды. Актриса боламын, киноға түсем деп, бір рөлді ойнасам деп. Өзім білмеймін, ол қалай кино түседі, не екен, бірақ киноға түсем деймін. Бірақ мына қараңызшы, арманым орындалды. Мына содан кейін мына осындай кино шықты экранға. Сіздердің Байғанин ауылына келіп, мен өте бақыттымын. Келгендеріңізге көп рахмет. Сіздердің алдарыңызда мен шын айтса басын иемін. Менің де кейбір кезде айтам, қалада білім алып, ауылға қайту керек. Ауылда тұру керек, ауылда жұмыс істеу керек, ауылды көтеру керек, қалай болса да. Сондықтан бақытты болыңдар. Көп рахмет сендерге.